Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласы Абай атындағы орта мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қаныбекова Алша Ермұханқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Асқар Алтай прописка әңгімесі. Сабағымыздың оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру, шығармадағы көркем ауыстыруларды анықтау. Сабағымыздың бағалау критерийі әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіреді, шығармадағы көркем ауыстыруларды анықтайды. Балалар, миға шабуыл әдісі арқылы прописка әңгімесіндегі оқиғаның сюжетін есімізге түсірейік. Бірінші, Арқаттың жолға шығуы. Екінші, боран және оның салдары. Үшінші, жаяу кеткен 3 жолаушы. Төртінші, ертістен өте алмаған автобус. Бесінші, Алтайға кері қайту. Балалар, шығарманың сюжетін ескере отырып, тізбектеу әдісі арқылы Арқатты шалғайдағы күршімге жолға шығуға итермелеген жағдайларды есімізге түсірейік. Әскерден оралған уақытқа, желтоқсан оқиғасының салдары, пропискаға тұрудың қиындығы, тергеуге алынуы, жұмысқа орналасудағы басты кедергі, Арқаттың үміті. Бірінші тапсырма. Қос жазба күнделік арқылы шығарманың идеясын анықтап, көтерілген мәселені түсіндіріңіз. Балалар, шығарманың идеясы қандай? Және қандай қоғамдық әлеуметтік мәселе көтерілген? Бірінші тапсырманың дескрипторы, шығарманың идеясын анықтауға ұсыныстар айтасыздар және көтерілген қоғамдық мәселе бойынша ой білдіресіздер. Балалар, енді өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Шығарманың идеясы бүкіл әлемді дүр сілкіндірген желтоқсан оқиғасының қоғам өміріндегі салдарын ашып көрсету, оқырманын өршілдікке, жігерлілікке шақыру. Ал енді әңгімедегі қоғамдық әлеуметтік мәселе. Бірінші, желтоқсан оқиғасының салдарынан қазақ жастарының қудалауға түсуі. Екінші, кеңес үкіметінің желтоқсаншыларға көрсеткен озбыр әрекеттері. Үшінші, қала мен ауыл байланысының ауырлығы. Балалар, жауаптарын сәйкес келді деп ойлаймын. Енді келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Екінші тапсырма. Семантикалық карта әдісі арқылы берілген үзіндіден автордың табиғат көрінісін сипаттаудағы сөз қолданысына талдау жасаңыз. Ақтұмсық Алтайдың танауына әлі сірге жүгірмепті. Маңай мұрты бұзылмаған сирек қар. Алтай қыс ағыл-тегіл аспаннан саулаған ақ тасқын қымтаған қалпы. Өлетінге дейді. Ойында бірақ белгісіз бір сес бар. Өзі кеше ғана аттанған Алматыны еске алды. Көкек Астанада күшіне еніп, қызуы қоламтадай 100 шарпығалы Алатаудың да биік бауырындағы қалың қар, лас-лайсаңмен апыл-ғұпыл аттанып кеткен еді ғой. Биыл биік Алтайдың бойындағы ұшпа бүркіт ымақ, етегіндегі жел қағып, қар тоқтамайтын тастақ қыраттары да наурыздың ақша қарын жамылып, самарқау жатыр. Сырбаз Алтай тәрізді көктемге жонының белгісі жоқ. Балалар,
Енді өздеріңді тексеріп көріңдер. Ақтұмсық Алтай, эпитет. Маңай мұрты бұзылмаған, кейіптеу. Ақ тасқын, эпитет. Өлі дүниеде, теңеу. Бойындағы сес бар, кейіптеу. Қызуы қоламтадай, теңеу. Қалың қар, эпитет. Лас сайсан, эпитет. Биік Алтай, эпитет. Ұшпа бөркі, эпитет. Тастақ қыраттары, эпитет. Наурыздың ақша қарын жамылып самарқау жатыр, кейіптеу. Сырбаз Алтай, эпитет. Жоның бергісі жоқ, кейіптеу. Балалар, мәтіннен көркемдегіш құралдарды дәл тақтыңдар деп білемін. Енді балалар, біз бүгінгі сабақта Асқар Алтайдың прописка әңгімесінің сюжеттік құрылымын еске түсіріп, шығарманың бас кейіпкерінің жолға шығу себебін анықтап, сол арқылы шығармада көтерілген қоғамдық әлеуметтік мәселені түсіндік. Автордың оқырманына тастаған идеясын білдік. Сонымен қатар, сабақтың тақырыбына қатысты шығарманың көркемдік әлеміне үңіліп, шығармадан алынған үзінді бойынша автордың сөз қолданысына талдау жасадық. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың оқу тапсырмасы берілген сілтеме бойынша жазушының өмірбаянымен танысып, хронологиялық кесте толтырыңыздар. Өз ұстаздарыңызға кері байланыс жіберуді ұмытпаңыздар. Біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.